Silver Gufa компаниясы ұсынған ең әдемі жинақтарды 925-ші күміс пробалы алқа әшекей сырғаларды сіздерге тарту етеміз. Ойын шарты әдеттегідей 5-1 белгі қатысушылар көрсетеді, ал сіздердің міндеттеріңіз жаттап алып Instagram желісіндегі арнайы посттың астына комментарий қалдыру. Бірінші белгі бізде дәл қазір. Ой, Тимада, мен шаршадым дейді. Айтпақшы, Камила мен қандай косметика алғансыздар, Тима? Сіздерді кассадан көріп қалыпты да? Сіз алып бердіңіз бе? Сол, торговый центрда көріп қалдым, қайырлы күнде ана. Ол сауда орталығының ішіндегі косметика дүкені. Иә, сол жерде встреча болған ғой, сол қайтып баратын кезінде көріп қалдым. Сіз ол косметика дүкенінен не алайын деп едіңіз? Туылған күнім бүгін дейтім, сонымен тұрдым, жүр мен саған консилер, кушон алып берейін деп алып бергенмін ғой. Консилер мен кушон сыйладыңыз? Иә. Күшті. Туған күні құтты болсын Камиланың. Рахмет, Жана ханым. Жоқ, біз доспыз ғой, Жана ханым. Кеше дос емес едіңіздер ғой? Жоқ, кеше де айттым ғой, доспыз деп, как друзья. Сіз мен ойланамын дедіңіз ғой? Ойланып шештім, Жана ханым, дос боламыз деп шештік. Сіздікі бәрі өте тез, бәрі жылдам, иә, Тима? Иә, Жана ханым, үміткер күтем, иә, бүгін мен сенімдімін, иә, махаббатқа толы күн болатын сияқты, үміткерлер өте көп, так что давайте. Аха, жарайды. Еңлік? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бүгін Дананың диплом қорғау күні еді, соған сәттілік тілегім келіп отыр. Дана, біз саған сенеміз, аман есен сәтті атқарып, ертең эфирға кел міндетті түрде. Дана, сізге үлкен сәттілік тілейміз. Енді қатты уайымдап жүрді ғой. Қызыл диплом бола ма, көк диплом бола ма? Маңыздысы түсі емес, ең маңыздысы сіздің алған біліміңіз. Ары қарай ол білімді өмір жолыңызда пайдалана білу. Сондықтан өзіңіздің жетістіктеріңізбен әрдайым анаңызды қуанта беріңіз. Біз сізбен біргеміз, қолдау білдіреміз әрдайым. Ал көптен бері ортаға шықпай кеткен, көрінбей жүрген Бибі Хадишаны ортаға шақырамыз, келіңіз. Иә, Бибі Хадиша, қалайсыз? Ана көзді айтсаңыздаршы. Мынау көз қандай көз? Әдемі? Нұршат ханымның вареньесі ғой. Қалайсыз өзіңіз? Жақсы, шүкір, Аллаға шүкір. Стрим қалай? Стрим де жақсы. Жеңіс, жеңіліс, қатар? Жеңіс қатар жүріп жатыр ғой. Жеңіс көбірек пе? Иә. Көбірек? Аха. Енді Жігер есімді үміткеріңіз бар. Жігерлі үміткеріңіз? Иә, Жана ханым. Жігер деген, білмеймін, ұмытылып кеткен сияқты ма, енді келді де жоқ болып кетті ғой. Негізі бүгін келмеді. Сол үшін сізді бірінші ортаға алып, не болып қалғанын сұрау мақсат бізде. Жана ханым былай ғой, алдында осы бір мүмкіндік бер деп сұрады ғой менен. Бір мүмкіндік, иә, бердім, танысып көрейік дедім. Сосын кешке қарай маған жазады, не істеп жатсың деген сияқты, сол үйде деген сияқты. Содан кейін айттым, мен бүгін кездесе алмаймыз. Мен дос балам туған күніне баруым керек. Сосын жарайды дедім. Ертесіне мен айттым уже, давай киноға барайық деген сияқты өзім ұсыныс тастадым. Сосын, я қазір жұмыстан шығам, қандай киноға барамыз деді. Осынай деген сияқты. Сосын тұртта мен шаруаларым болып тұр деді. Деп өзі айтты Жігер. Шаруаларым болып тұр, ауырып тұрмын деген сияқты, сонда бірдеңесін айтты. Мен түсінбедім Жана ханым. Уже бізде 3 күн кездесу, сол күндері 3 күн кездесу болған жоқ та. Сосын айттым, бір күн өтті, 2 күн өтті, уже 3 күн өтті. Мен айттым содан кейін, давай онда мен кездесуге шақырайын дедім. Ресторанға шақырайын, киноға шақырайын, бәрін өзім жасайын, жағдайым бар ғой шүкір, давай сөйтейік дедім. Орнымызды ауыстырайық. Иә. Содан кейін тұртта ашуланып бастады уже. Сен деген не үшін ондай нәрсені айтып атсың? Мен деген ондай нәрсе айтқан жоқпын ғой, мені кездесуге шақыр деген жоқпын. Енді дедім, жүрісіне дедім да, енді сен өзің таңдап келдің ғой. Енді сонда менен қадам күтіп отырсың ба? Бір мүмкіндікті мен істеуім керек па деген сияқты айттым да, ренжіп. Сосын тұртта жоқ болып кетті. Сосын бір сөзім мені кәдімгідей біртүрлі қылып жіберді да, Жана ханым. Қандай сөз? Соңғы сообщение былай аяқталды бізде. Мен тұрдым да, сені біреу заставлять етіп жіберді ма дедім осы бағдарламаға. Именно Хадишаға бар да, мазақ етіп кел деген сияқты. Я мәжбүрлі түрде жіберді, мен негізі келгім келмеген деп айтты. Содан кейін мен біртүрлі оқыдым. Сізге осы сөздерді өзі айтты? Мәссаған. Одан кейін жоғалып кетті? Одан кейін жоқ.
Демек соңғы эфирден кейін ешқандай кездесу болмады. Ешқандай кездесу болған. Неге екенін Жігердің өзінен сұрайық. Жігер, келіңіз. Қош келдіңіз, Жігер. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Бізде бәрі керемет, Аллаға шүкір. Бірақ Хадишада онша емес сияқты. Сіздің айтқан сөздеріңізден, жалпы кездесулердің болмауынан? Кездесу болмаған себебі менде де кінә бар шығар, бірақ кінәні менен ғана іздеу емес, Хадишадан да кішкене кінә іздеу керек деп ойлаймын. Қай тұстан? Себебі мінез жағынан. Мінез? Не болды Хадишаның мінезіне? Слишком ашуланшақты. Оны негізі өзім айтпадым, бірақ айтам ба деп ойладым да, манағы айтып жатқан әңгімелері сені ресторанға шақырайын, киноға шақырайын деп. Қай жерден көрдіңіздер? Қыз бала, ер балаға ресторанға шақырайық, киноға барайық дегенді. Енді сізден ондай дүние болмағаннан кейін қыз Жоқ, енді- әбден не істерін білмей, ақыры сіз шақырмайды екенсіз, мен ақ шақыра қояйын деген шығар енді. Амалдың Ол все равно жоқтығынан. дұрыс емес қой, навязывать ету дейтін ол дұрыс болмайды да. Бүйтіп қызға келген келеді ше, бүйтіп сызылып кішкене қызға келген келеді, бірақ Хадишаға келгенде білмеймін, бір қызға емес, бір районның бір атанына келген сияқты ма осыны. Енді бірінші кезекте олай ешкімді кемсітпей қойғанымыз жөн болар. Қанша дегенмен қыз баласы, ал сіз өзіңіздің ер азаматтығыңыздан таймай қойыңыз. Жігер, саған сұрақ, не бетіңмен келдің? Осыны айту үшін ғана келдің ба? Түсіндіруге не үшін келмегенімді, не Жоқ, ұнамай қалды дегенді. сол кездесуден бұрын мен саған айттым ғой, давай кездесейік дегенде, жоқ, мен ауырып жатырмын, маған дәрімді әкеп бере салшы деген кім? Жоқ, енді әзілдеп айттың ғой. Мынау ма әзілің сенің? Қызға солай әзілдей ма? Хадиша, сабыр, сізді де сабырға шақырам. Сіздердің Жоқ, кездесулеріңіз киноға, болмағаны мысалы, енді ресторанға түсінікті. шақыруға дайын болсаң, дәрін әкелуге дайын болмай қалмасын ба? Содан кейін айттым ғой мен саған, давай дәріңді әперейін, Жаман, ресторанға апарайын, киноға апарайын, қайда апарайын деп сұрадым ғой, сен өзің айттың ғой, сен не үшін мына әңгімені олай бастап отырсың деп. Негізі мен емес қой ол әңгімені бастаған, сен ғой. Маған үйіме дәрімді әкеп бере салшы деген. Ол қаншалықты дұрыс деймін да? Жігер? Жоқ, енді айтқаннан кейін бүйтіп жұмсақ жауап беруге де болатын еді ғой негізі. Мысалы, сообщение жазамды, маған оның алдында внимание аудармайсың деді. Мен айттым, жақсы, қатем түсіндім, внимание аударайыншы деп жазам. Ответті бір 3-4 сағаттан кейін алам оны. Оның өзінде қолы бос емес шығар деймін, жоқ, бірақ стримде отырады ше. Демек, сіздің Хадишаға деген қызығушылығыңызды Хадишаның өзі бұзып тастады ма? Екі жақтан да қане бар, бірақ көбісі өзінен де ойлаймын. Хадиша? Жоқ, Диана ханым, ер азамат келеді, адам басып келеді. Иә. Біз алдында кездестік, сөйлестік. Мен бұл айтқанда мінезімді бір өзгертуге, бір енді бұл кісіні танымаймын ғой, мен сразу ашуланып, болмайтын жерден ұрыс шығармаймын ғой. Бұл нәрсеге бұл кісі өзі себеп табады да. Мен айтып жатырмын, кездесуге қашан шығамыз деп просто ашуландым. Біз сонда кездеспейміз ба, танымаймыз ба бірімізді деген сияқты. И сразу бұл кісі қаша бастайды да. Мен айтам да, бір мүмкіндік мен не үшін бердім. Осы давай кездесіп көрейік, сөйлесейік деген сияқты. Ал бұл кісі де только WhatsApp-тан ғана екен да. Внимание только WhatsApp-тан ғана бөледі. Ал адам WhatsApp-тан емес, кішкене бір офлайн түрде бір көру керек қой, бір-бірін тану үшін, арғай мінезін тану үшін деген сияқты. Ал бұл кісіде ондай болған жоқ та. И мен өзім түсінбей ашуланып кеттім да. Содан кейін давай онда мен жасайын қадамдарды деп айттым, болды. Баян, Мөлдір? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Қайырлы күн. Жігер, қош келдіңіз. Енді сіз қазір енді ренжіп отырсыз ғой. Сіз негізінде осы жерге қадам басып келген кезде Хадишаның қандай екенін, қалай сөйлейтінін, барлығын біліп барып, осы қызау менің таңдаған қызым деп таңдап келдіңіз, иә? Енді оның ресторанға шақырған, жаңа киноға өзім шақырайын дегені, ол сізге жай ғана кішкене қытыңызға тиісін деп айтқан ол барлығымызға анық нәрсе. Оны сіз кәдімгі тікелей қабылдап қалыпсыз да. Сіз қазір айтып отырсыз, енді ресторанға шақырады екенсің, дәрімді әкеліп бере салмадың ба деген сияқты. Енді сіз өзіңіздің кездесуге уақытыңыз жоқ екен, өзіңіздің жұмысыңыз көп екен. Онда неге бір мүмкіндік сұрап, қазір эфирге уақыт тауып келіп отырсыз? Осының барлығын айтайын деймін ғой, түсіндірейін деймін ғой, нағып келмей жүргенімді, уақыт болмағандықтан,
мінез жағынан сәйкес келмегендіктен барлығын осы жерде түсіндіріп Ашып айту үшін, халық иә? алдында, иә. Тиді ма? Жоқ, енді Ертең мөлдір мен қашап айтамын тығылып да, болмағандықтан. Хадишаның мінезін қандай екенін білсе де, енді кішкене біз енді подстилка болып жүрмейтін шығармыз. Хадиша жақтан да кішкене болу керек қой, отдача кішкене үміткерге деген. Біз енді Хадишаның шатақ мінезін білеміз, біз қатысушылар болып көтеретін шығармыз, бірақ Хадиша үміткерлер көтермейді оны ше. Жоқ, Тимур, мынандай ой қарашты. Егерде Хадиша жігітті кішкене болса да ұнатса, біз Хадишаны білеміз, кәдімгідей сызылып, майысып, күліп қалатында. Ал Хадишада ең басында келе жатқанда сондай болып келе жатыр еді. Енді ашылып келе жатқан кезде Жігер мырза өзі құртып тастаған сияқты барлығын кездесуге шақырмайды. Қашан қарасаң қолым бос емес. Сондай нәрселермен қызды өзі қашырып алды негізі. Жоқ, ашылған дым көрмедім мен, байқамадым ашылған. Сіз мысалы білмейсіздер ғой, кездесуде не болады, не сөйлесеміз, не айтатынымызды. Ашылған дым байқамадым. Сәлеметсіздер ме, Диана ханым, Жігер, қош келдіңіз. Диана ханым, енді былай қарап тұрсақ, негізі бұл таныстықта екеуі де бір-бірлеріне басынан бастап ұнаған жоқ, екеулері де әрең әйтеуір жүрді. Жігер, сіз ер азамат ретінде действительно қадам бастыңыз ба? Қазір бар ғой, сіздің түріңізден былай көріп тұрмын да, полностью өштіңіз. Басында келген кезде күлдіңіз, бүттіңіз, сөйттіңіз, білмеймін, или это была какая-то маска. А қазір прям барлығы сізге міндет та, и қыз баласына сен маған дәрі-дәрмек әкеп бер деген, ол өте дұрыс емес нәрсе. Сіз не жасап қойдыңыз Хадишаға? Қандай ухаживание бердіңіз, чтобы мына жігіт, мен таныстықта жүрген жігітім ауырыңқырап жатыр екен ғой, пойду позабочусь дегендей. Өзіңіз дым жасамайсыз ба? Онда ешнәрсе күтпеңіз. Тексеру дейтін зат болады адам затында, тексеру дейтін. Сіз кімсіз тексеретін Хадишаны? Сіз оның жігіті де емессіз ғой? Мына жерде бар ғой, Жоқ, мен білуім керек, Хадиша мен үшін кімге не жасай алады, мен не жасай аламын деген сияқты ғой. Бірақ қыз бір нәрсе сіз үшін жасау үшін, сіз қызға уақыт бөлу керексіз, қызды қуанту керексіз ғой. Диана ханым, Орын алмасқан дұрыс айту болмас. тек бола ма, қайырлы күн, қалайсыздар? Негізінде былай қарап тұрсақ, Жігерді де бір қолдағым келеді да. Неге өйткені ер азамат ретінде қадам басып келгені барлығымыз білеміз, барынша қолынан келгенше тырысты, бірақ соңғы эфирда Хадиша бір андай бір не от души жалғастырғандай болып қалды да. Соған бір енді жігіттің де туған туыстары бар, дос-жараны бар деген сияқты оларды айтады ғой саған. Ана қыз сені бір жақтырып тұрған жоқ, не үшін оны жалғастырғанына бола сөйлесіп жатсың деген сияқты. Енді бір түсіністікпен қарасақ деген бе, және де қыз қылығымен тәтті. Енді Хадиша қылықты, кішігірім бір пысықтығы да бар, шектен тыста кетіп қалатының жоқ емес қой Хадиша. Соны ойлаймын да, жігітті бір өзіңнен қашырып алдың ба деп сол жағынан. Жоқ, мен басында осы қосайық бағдарламасына келгеннен бастап мінезімді көрсеттім. Айттым, мен мінезім бар дедім, дұрыс па? Мен оны жасырған емес, мен жасырмаймын да. И және де жігіт қадам басып келді ма, жасау керек. Жасамаса, значит болды. Мына жақта Хадиша кімге сызылады? Бұл ұнаған жігітке сызылады деймін да, бағана перепискада айтып кетті ғой, біреуді жіберді дегендей. Мен осы үміткерлерді түсінбеймін, бізді бір пайдаланып отқан сияқты. Осындай үміткерлер бәле болды негізінде. Жоқ, біреуді жіберді дегенде маған айтты, біреу сені қинап жіберді ма деді. Деді. Иә, сөйтіп айтты. Мені кім жібереді мысалы қинап? Мен айттым да, мені қинап жіберді ғой, әзілдеп айтқандай онда не үшін жазасыз? мені қинап жіберді ғой деп ше. Жоқ, онда не үшін жазасыз? Диана ханым, не деген тупой сұрақ деймін да анау деген, сені біреу заставлять етіп жіберді ма деген не әңгіме ол? Жоқ, Хадиша, бұл жерде сен ілік таппадың да, андай бір жігіт жақтан ше, соны шығарып алғың келді, ол тұрады да, осындай нәрсені ерегісіп саған айтады. Алмат, күшті айттың, иә. Негізі айтып кетсе бола ма? Айбат. Қыз қылығымен тәтті дейді ғой. Кей кезде Хадишаның қылықтары шамалы дөрекі болады, оны барлығымыз білеміз, иә. Бұл Хадишада негізі дөрекілі қылықтар өте көп. Хадиша, бірақ сен сол дөрекі қылықтарыңды алып тастап шамалы сәл нәзіктеу қосасың ба деп ойлаймын да. Енді көріп тұрсың, саған келіп тұрған үміткердің сәл нәзіктеу жігіт екенін ше. Негізі дене әлпеті түрі ірі болғанмен да андай сөздерді көңіліне алып қалады екен да. Көрдің ғой, көңіліне алып қалады екен. Сондықтан да келесіде өзіне бір миына құйып алсаң, жаңағындай осындай жігіттер келіп жатса, үміткер келіп жатса, сәл нәзіктеу боласың ау деген ғой. Жоқ, мен битейін да, тоқташы қамал. Мен битейін онда. Жігіт келеді, мен кездесуге шақырайын, киноға апарайын, ресторанға апарайын. Давай жағдайын жасайын онда. Давай сөйтейік онда. Сендер не айтып отырсыңдар қазір мына жерде? Айта кетейінші, Диана ханым, енді Айбатта қош келдің. Жаңа жігітте келесі братан деп жатыр, районский. Не алдыңдар сендер қыз баласын алдыңдар да бір еркек сияқты қыпсаңдар. Негізінде Хадишаның болмысы осындай. Басында келер кезде зерттеп келмедің ба, кейбасып районский братан деген ұят болды негізінде. Бірақ басында да әңгімелерінен байқағам, өзің бос емессің. Егер де уақытың болмайтын болса, неменеге үміткер болып келдің, келесі біздің қызға прикол ұстап отырсың. Басында осы тірліктерін тындырып болып, мына қызға хотя бір айдай көңіл бөле алатындай болып келуің керек еді.
Жоқ, сонда бұл жерде Хадишаның жағдайын жасау үшін отыр ма үміткер күтіп, сонда түсінбеймін мен. Неге именно жағдайға қарап қалдың? Хотя бы жоқ дегенде есігінің алдына барып сөйлескеннің өзіне не жетсін деймін да, Хадиша. Причем тут Обязательно жағдай? сенің аузыңнан шығып атқаны ресторан, кино, менің жағдайымды жасау. Саған сол керек болса, қатысушылар жиналып күнде саған бір киноға апарып отырайық. Жоқ, сен... Жоқ, жалпы қойсаңдаршы, жігітті түсіріп Шерхан, жатсыңдар, сен вообще не айтып отырсың? Бұл жақта не әңгіме болып жатыр? Бұл жақта көңіл бөлу болып жатыр. Сен жағдай деген нәрсені қаяқтан әкелдің? Бұл жерде вообще жігіт көңіл бөліп жатқан жоқ. таласпаңдар, халық крашқа дауыс береді. Краш еместер сөйлесін. Ақтөре. Я краш еместер. Краш емес, простой жігіттер сөйлеу керек. Иә, қарапайым жігіттер. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, саламатсыз ба? Қош келдің бауырым. Былай қарасаң, балада Диана ханым шыны керек риза ғой, негізі ештеңе ұялып тұрған жоқ. Негізі жігіттікі жаңа Алмат, сен айтып жатсың ғой, не деген тупой сұрақ деп тұрсың ғой. Бауырым, сен өзің тупойсың. Сені біреу қинап жіберді ма деген ол тупой сұрақ емес. Өйткені осы жерде талай адам алдап та келгендер бар, пранк жасап келгендер де бар, или болмаса біреудің айдауымен келгендер бар. Ол дұрыс сұрақ қойды. Ол сол сұраққа ол сенде назлы жауап беріп, сенде қыз бен қыз болып отқан бауырым, сенге дұрыс емес. И қазірде кеп отырсың да, не үшін келдің десе, мен қазір соны айтайын деп келдім, ана мынау. Бірақ сен не айтасың? Сенікі не пропсың ғой сен? Сен қызға бір қадам келдің ба, жасадың, до конца жасау керексің. Өйткені сен қызға үміткер болып өзің таңдауыңа, сен өз таңдауыңды районский братандар деген сияқты өзің түсіріп отырсың. Неге сен қызды емес, сен өзің түсіріп отырсың бұл жерде, түсіндің ма? Внимание, Шерхан, внимание,